Кез келген адамның өмірінде ойлаған кезде жаны ауыратын, еске салған кезде жанын қоярға жер таппайтын, оңаша да ойлайтын бір ойлары болады. Ол барлық адамда болуы мүмкін, менде де, сенде де. Бірақ ол нәрсені өміріміздің мәні етіп алуға болмайды. Себебі қандай оқиғалары болсын, қандай сәттер болсын, кез келген нәрсе біздің өмірімізде сабақ. Яғни біз ол нәрседен бірдеңе түсінуіміз керек болды, бір нәрсе алуымыз керек болды. Кітаптарды оқыған кезде, немесе киноны көрген кезде болсын, жалпылама адамдармен тілдескен кезде де, таныстарымнан, достарымнан да осы нәрсені көп естіп жатамын. Бірақ қандай нәрсе болмасын, Аллах тағала бізге жаман нәрсені қаламайды. Сіздің ойларыңызда егер де шын мәнісінде сол ойлар маза бермей, жаныңызды қоярға жер таппай жүрсеңіз, демек ол ойдан біртіндеп құтылуыңызға тура келеді. Себебі сіз сол ойларды ойлап жүрген кезде Аллах тағаланың берген мүмкіндіктері болсын, жалпылама сізге бергісі келген сыйын байқамай өміріңізден өткізіп жіберуіңіз мүмкін. Кей адамдармен сөйлескен кезде бұрын мынандай нәрсе жасап еді, бұрын мынандай нәрсе болып еді деген секілді сөздерді көп естіп жатамын. Бірақ қандай жағдай болмасын, әр адамның өзінің өмірінде алу керек сабағы болады. Әр адам өзіне мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Себебі барлық адам қателеседі. Ешқандай адам мінсіз емес. Әр адамның өзінің міні болады. Сіз мінсіз деп көріп жүрген адамның да өзінің ішінде айтылмаған сыры мен өкінішті жағдайлары болуы мүмкін. Сол үшін де Аллах тағала бізге берген нәрсені, яғни хайырлы болған нәрсені ешқашанда бізден алып қоймайды. Сондықтан өзіңізге сеніңіз, өзіңізді алға қарай жетелеңіз, орныңыздан тұрғызып, ары қарай жүруге де өзіңіз себепші болыңыз деп айтқым келеді.